Енді көп ұзатпай келесі сұраққа көшсек, жалпы қарапайым халықтан былай ауысып, енді дін саласында маманданғысы келіп жүрген, сол дін саласын үйренгісі келіп жүрген азаматтардың жағдайына қарай көшсек. Жалпы осындай дінді үйреніп, содан маманданамын деп жүрген азаматтарға, азаматшаларға жалпы қандай діни тақырыптарды оқығаны дұрыс, қазіргі таңда қандай кітаптардан ізденгені дұрыс, осы жайында бір мағлұмат берсеңіз. Тағы да енді біздің қайнар көзіміз, дәлеліміз Құран, аят, одан кейін ижма ғалымдардың сөздері болатын болса, енді ең ұлы, ең жоғары дәрежедегі дәлеліміздің бірі әлбетте хадис шариф. Бұл пайғамбар алейхиссаламның сөзі, ісі, құптауы болып табылады. Пайғамбар алейхиссалам бір хадисінде былай дейді: талабул илми фаридатун аля күллі муслимин уа муслиматин дейді. Ілім талап ету әрбір мұсылман ер мен әрбір мұсылман әйелге парыз дейді. Осы хадистің түсіндірмесінде әртүрлі саладағы ғалымдар әртүрлі пікір айтқан. Мысалы қарасаңыздар, ақида саласындағы ғалымдар әлбетте бұл жерде айтып тұрғаны ақидалық мәселелер деген. Құран ғалымдары, яғни қырағат ғалымдары Құранды жақсы оқу, оның тәпсірін білу десе, фиқ ғалымдары әлбетте бүкіл мұсылманның өмірі фиқтан тұрады, фиқты меңгеру керек дейді. Енді тасауф дейміз, ихсан ілімі ғалымдары, ол жүректің тазалығы деп әрқайсы өз мамандықтарына не істейді, тартады. Бірақ та Ихия Улумиддин деген кітап бар, білесіздер. Сол кітаптың мұхтасары дейміз, енді ықшамдалған нұсқасында Ибн Қудама әл-Мақдиси деген ғалым кісі осы хадистің шархы ретінде, анықтамасы ретінде, түсіндірмесі ретінде мынандай ақпаратты келтіреді. Бұл адамның Алламенен, яғни байланысын білуі дейді. Яғни бұл не деген сөз? Яғни сіздің мен жоғарыда да айтып кеткен, бұл ғылым-хал мәселесіне келіп тағы тоқталады. Себебі, яғни сен қазір Алламенен қандай, яғни мәміледе болуың керек, Алланың саған бұйырған нәрсесін білуің керек, қоғамменен қандай мәміледе болуың керек, сен істеп жүрген мамандықты, өзіңнің салаңды білуің керек дегенді де айтады. Яғни әркім өз саласына қатысты мағлұматтарды да білу керек дейді бұл кісі. Сіз қазір тіс дәрігері болатын болсаңыз, немесе көлік жөндейтін, немесе сол салада электрик дейміз ғой енді. Сондай маман болсаңыз, сіз бірінші дініңізді үйренуіңіз керек, сізге міндетті болған саланы білуіңіз керек. Өзіңізге қажетті болған ақпаратты білуіңіз керек, және де отбасыңыздың, өзіңіздің нәпақаңызды тауып жүрген кәсібіңізді терең меңгеруіңіз керек дейді. Олай болатын болса, енді дін саласында жүрген кісілер әлбетте дін, шариғи ілімдерді терең меңгеру керек. Оның ішінде енді дін саласы көптеген мамандықтарға бөлінеді. Оның ішінде адамның, Нұр Мубарактың алдыңғы ректоры, ғалым кісі әл-айлму кәсирун дейді, ілім деген өте көп дейді. Уәл-умру қалилун дейді, немесе қасирун дейді. Адамның өмірі не дейді? Шектеулі, өте аз дейді. Сол себепті ұстазымыздың айтқандай, шариғи ілімдер болсын, басқа ілімдер болсын өте көп. Бірақ та адам белгілі бір саланы таңдап мамандану керек. Енді дін мамандарына келетін болсақ, қоғамдағы бірінші актуалды мәселелерге, яғни оның шешімдерін әхлі сүннетке, Ханафи мазхабының ұстанымына сай қалай оған анықтама берілген, қалай түсініктеме берілгендігін білу керек. Одан кейін әлбетте құқықтық жақты білу керек. Соның ішінде ата заңымызды, адамның психологиясын, сондай үйренілу керек болған мәселелер бар. Осыларды білу керек. Бұл айтқан кезде мамандану керек. Өте көп рахмет сізге. Жалпы осындай керемет сұхбатыңызға, барынша қойылған сұрақтарымызға қанағаттанарлық жауаптарды алдық деген ойдамыз. Осындай сұхбатқа келісіп, алтын уақытыңызды бөліп келген үшін көптен көп рахмет. Алдағы уақытта осы ісіңізге, өміріңізге Алла Тағаладан береке тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі санымыз өзінің мәресіне жетті. Назар салып, ден қойып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.